Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен осындай арнайы соуспен жасалатын, кетчуп, майонез қосылмайтын, ауызда еритін өте дәмді, тойымды пиццаның оригинал рецептімен бөлісем. Бізге алдымен пиццаның қамырын жасау керек. Оған жылы су, сүт, сұйық май, қант, тұз және құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызды осылай лопаткамен, қасықпен жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсылап араласқан соң жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз осылай қолға сәл жабысып тұру керек. Сонда біздің пиццамыздың қамыры жұмсақ болады. Бетін жауып, көтерілгенше қоямыз қамырымызды. Қамырымыз көтерілгенше пиццаның соусын жасауға кірісеміз. Помидорларымыздың керек емес жерлерін кесіп алып тастап, блендердің көмегімен сарымсақ екеуін турап, блендердан өткізіп аламын. Егер сіздерде блендер болмаса, помидорларды 2-3 жерінен тілесіздер де, қайнап тұрған суды үстінен құйып 2 минутқа қоясыз. 2 минутта қойған кезде жаңағы қызанақтарымыздың, помидорымыздың қабығы алынады. Сол қабығын алып тастап, жаңағы шанышқының көмегімен, яғни вилкамен жаңағы езіп шығасыздар. Менде мұнда помидорларымды жаңағы езіп болдым. Тапамды қыздырып, сұйық май құямыз. Және оның үстінен осылай жаңағы өткізген қызанағымызды құямыз. Оның үстіне орегано бір шай қасық қосамыз. Және татымына қарай тұз қосып, жақсылап араластырып отып, бетін жауып, қою болғанша қоямыз. Мұнда менде қамырым ашыды. Мен 2 пиццаға арнап илеген болатын, қамырымды ашытқан болатын. Қазір бір пиццаның қамырын алып, оқтаудың көмегімен осылай етіп жаямыз. Осы уақытта тапамызды қыздырамыз. Тапамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстінен пиццаларымыздың қамырын жаңағы орналастырамыз. Менде мұнда соусты осылай салдым. Ешқандай майонез қоспаймыз, кетчуп қоспаймыз. Осы жаңағы қайнатқан соусымызды осылай бетіне жағамыз. Үккіштен өткізілген сырымызды саламыз бірінші. Одан кейін барып шұжық, яғни колбасаларымызды саламыз. Пешіміздің қатты қызып тұрған жаңағы несіне қойып 7 минут, 8 минутқа пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді. Пиццамыз осындай болып шықты. Біздің пиццамыз пісті, ас болсын. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәмді ас.